Тарих, саясат, өнер, психология тақырыптарын қамтыған туындылар. Поэзия мен көркем әдебиет. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасына кейінгі 6 айда 300-ден артық кітап түскен. Жаңа туындылардың барлығы теріскейлік оқырмандар назарына сұлған көрмеге қойылды. Кітап сүйер жандар үшін сүйінші жаңалықтар да бар екен. 80 жастағы Бәйкен Қажы Кәдірбайұлының оқымаған кітабы жоқ. Білім көзіне шұқшиюды ермек еткен ақсақал жаңа шығармаларды алу үшін кітапханаға өзі келуге ерінбейді. Облыс тарихы жайлы энциклопедия мен қазақтың ауызша тарихын тауысып, бүгін басқа кітап алып кетпекші. Жаңа туындылар көрмесіне тап келіп қалған кітап сүйер атаның қуанышында шек жоқ. Жастарға менің үлкен ретінде айтарым, осы неғұрлым кітапты, көркем әдебиеттерді көп оқитын болатын болсаң, сендердің мынау дүние танымдарың өте кең болады, және мәдениеттілікке үйретеді. Көз сан-саққа жүгіреді. 2016 жылдың соңынан қазіргі күнге дейін Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына 300-ден артық кітап түскен. Оның барлығы осында тізулі тұр. Бүгінгі көрмеде бұрын баспа бетін көрмеген қызықты жаңа кітаптар өте көп. Мәселен, Омар Хайамның Наурызнамасы туындыны Исраил Сапарбаев тұңғыш рет қазақ тіліне аударып, мынадай кітап етіп шығарған. Ерекше көзге түсетін тағы бір еңбек Сүйін Бике деп аталады. Мұнда Томирис сынды ат үстінде елін қорғаған жаужүрек түркі қызы жайлы жазылған. Олжас Сүлейменовтің екі тілде шыққан жаңа 5 томдығында көзіміз шалды. Ал Мұқағали өлеңдерін сүйіп оқитындар үшін жақсы жаңалық бар. Ақынның өмірден өтер алдында жазған, бұрын ешқайда жарияланбаған туындылары жинақталып шығыпты. Шетелдің Стив Джобс, Александр Бушков, Стивен Кинг, Сара Баязит сынды жазушыларының кейінгі кітаптары да толып тұр. Жаңа туындыларды жұрт таласып тармасып алып жатты. Көрмеде тарих саласына қатысты саясат, өнер, жеке тұлға психологиясына қатысты кітаптар түсті, оқу құралдары түсті, әрине көркем әдебиеттер көп түсті. Ағылшын жалпы бұл түскен кітаптар Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін шығару бағдарламасы бойынша және біздің кітапханадағы әлем әдебиеті залындағы америкалық ақпараттық мәдени орталыққа Қазақстандағы ақш елшілігінен сый ретінде берілген кітаптарды таныстырып отырмыз. Сондай-ақ ағылшын тіліндегі шығармалардың 60-тан артық таспаға жазылған үлгілері де бар. Теріскейлік оқырман оларды кез келген уақытта алып оқи алады. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.